Сәлем достар, бүгін біз дәмі ерекше микс салатын жасайтын боламыз. Ол үшін бізге қияр керек болады. Қиярды 4 бөлікке бөліп, оны тағы да жіңішке бөліктерге бөліп, соломка ретінде турап шығамыз. Туралған қиярларды арнайы ыдысымызға салып қоямыз. Шұжықтың жарты бөлігін алып, оны да жіңішкетіп соломка ретінде турап арнайы ыдысымызға орналастырамыз. Екі қызанағымызды 4 бөлікке бөліп, оны да жіңішке соломка ретінде турап ыдысқа орналастырамыз. Ендігі кезекте суға піскен 2 жұмыртқаны жіңішке бөліктерге бөліп шығамыз. Лейс чипсерларын ұсақтап ыдысымызға саламыз. Енді микс салатымызға дәміне қарай тұз сеуіп, көлеміне қарай майонез қосып араластырамыз. Міне біз бүгін микс салатын жасадық. Дәмі сондай ерекше. Қонақтарға, үйдегілерге ұялмай жасап бере аласыздар. Егер видео ұнаса лайк басыңыздар, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Сіздер каналымнан басқа да салаттардың мәзірін көріп, үй жайында жасай аласыздар.